Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Балқыз. Бүгінгі видеода керемет дәмді болып шығатын брауни шоколадный пирогын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай әрі тез, 5 минутта дайын болады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен жылы сүтке қант пен какаоны салып араластырып дайындап қоямыз. Осындай еріген шоколад сияқты болып шығу керек. Түйіршіктер қалып қоймайтындай жақсылап араластырып аламыз. Сүттің өзін алдымен газде немесе микроволновкада жылытып алған дұрыс. Сосын бөлек ыдысқа жұмыртқа мен қантты салып, жақсылап аппақ болып көпіргенге дейін миксерлейміз. Құрамына қосылатын заттарды әдеттегідей описанияға жазып қалдырып кететін боламын, сол жерден қарап көре аласыздар. Бұл пирогты үйде вентиктің немесе вилканың көмегімен араластырып пісірсеңіздер де болады. Миксерсізде жақсы көтеріліп, әдемі болып піседі. Одан кейін үстіне сұйық майды құйып, тағы да миксермен араластырып аламыз. Бұл өте оңай пирогтардың бірі, тіпті кішкентай баланың өзі жасай алады. Бірінші жасағаннан дәмді жақсы болып шығады. Енді жаңа дайындап қойған какао салынған сүтіміздің жартыдан көп бөлігін тестамызға қосамыз, ал қалған кішкене бөлігін қазір пирогымыздың бетіне әсемдік ретінде құятын боламыз. Сосын ұнға разрыхитель қосып, тестамызға 2 бөліп салып араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алып барып пайдаланған дұрыс. Мінекей, біздің тестамыздың консистенциясы осындай болып шығу қажет. Біз кольцода пісіретін болғандықтан сыртына ағып кетпеу үшін шамалы қоюлау болу керек. Енді тестамызды кольцоға құямыз. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Жаңағы какао қосылған сүтті пісіп дайын болған пирогымыздың бетіне құйып шығамыз. Пропиткамыз пирогқа тезірек сіңу үшін осылай зубочисткамен немесе шпажкамен тесіп алып барып құямыз. Бетіне құйып тегістеп болғаннан кейін 5-6 минутқа қойып қоямыз. Бұл пропитка біздің пирогымызға өте ерекше балған дәм береді. Сіздер де дайындап көріңіздер. Дәл осы рецептпен дайындап көрсеңіздер, өте дәмді, ерекше болып шығады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда көп видеолар салатын боламын. Сол үшін менімен бірге болыңыздар.